Қанша қатын алсаң да тудырта алмадың деген сөз ауыр тиді дейді актер. Танымал актер әрі әзілкеш Жахан Отарғалиев өзіне ең ауыр тиген сөз туралы ашық айтып, жүрек жарды ойымен бөлісті. Бұл туралы Демократ.kz сайты хабарлайды. Өнер иесі әке болу бақыты бұйырмай жүргеніне қарамастан, Алладан үмітін үзбегенін жеткізді. Оның айтуынша, бұл тақырыпқа қатысты жанына ең қатты батқаны қанша қатын алсаң да тудырта алмадың ғой деген сөз болған. Жахан Отарғалиев ораза айында Меккеге барған сапарында осы сөзді жазған адам үшін арнайы кешірім сұрағанын айтты. Раббым, ол адам менің жағдайымды білмей айтқан шығар, кешіре көр, оған да, ұрпағына да зияны тимесін деп тіледім. Біз бір-бірімізді болмашы дүниелер үшін ренжітеміз. Оның қажеті не? Бір-бірімізге сәл де болса мейірімді болайық, деді ол. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқып отырып, Жахан Отарғалиевтің сөзінен жасандылық емес, шынайы адамдық күйлі көрдім. Әке болу кез келген ер азамат үшін үлкен арман. Ал ол арман орындалмай жүргенде сырттан айтылған ауыр сөз екі есе батады. Қанша қатын алсаң да деген тіркес жай сөз емес, адамның жүрегіне тиетін, жанын жарлайтын сөз. Бірақ Жаханның бұл жағдайға өкпе емес, сабырмен қарауы, тіпті сол сөзді айтқан адам үшін кешірім сұрауы үлкен парасаттың белгісі. Бұл жерден оның дінге, тағдырға, Алланың жазуына деген сенімі анық көрінеді. Бұндай ашық әңгіме көп адамға ой салады деген ойдамын. Мен бұл сөздерден бір маңызды сабақ көрдім. Біз кейде ойланбай сөйлейміз, ал сол сөз біреудің өмір бойғы жарасына айналуы мүмкін. Жаханның бір-бірімізге мейірімді болайық дегені бекер емес сияқты. Бұл тек өнер адамдарына емес, барша қоғамға айналған үндеу секілді көрінді маған. Әркімнің көтеріп жүрген өз сынағы бар. Оны сырт көз біле бермейді. Сондықтан әзілдейміз бе, сынаймыз ба, әуелі адамдықты ұмытпасақ екен.